Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздермен бүгін өте дәмді компоттермен бөліскім келіп отыр. Ол үшін маған мейіз керек, кепкен өрік және кепкен алма, жарты стакан қант және лимонный кислота. Бұл өз еріктеріңіз. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Қоссаңыздар кішкене бір қышқылтым дәм береді. Заттарымыз салып аламыз. Мейіз, менде 4-5 штук чернослив бар, оны да қоса салдым. Өрік, кепкен алма. Мен су қосамын, фильтрованный су. Өздеріңіз еріктеріңізбен фильтрленген су, бұлақтың суы, неше түрлі су қоссаңыздар болады. Мен қазір неше су кеткенін айтам. Менде 4 литрдей су кетті. Компот қайнады, енді қантымды саламын. Және лимонный кислота. Мұқият араластырып, бетін жауып, бір 10-15-20 минут қойып қойсаңыздар, сіздерде өте керемет компот шығады. Компот қайнай бастады, енді мен қант пен жаңа лимонный кислотаны саламын. Қант пен лимонный кислотаны саламын да, бір 5 минут қайнатып, бетін жауып, бір жарты сағатқа қойып қоямын, сосын компот дайын болады. Компот жарты сағат тұрды, жарты сағаттан кейін өзінің бабына келіп, әдемі болады. Құйып іше берсеңіздер дайын. Астарыңыз дәмді болсын.